бір біз білмейтін ханшалықта бейтаныс мемлекетте бір хан өмір сүріпті. Сол ханның көптеген қызметшілері болды. Бірақ жай қызметшілері емес, әртүрлі шеберлер, ағаш ұстасы, құмырашылар мен тігіншілер. Хан оның көйлегі басқалардан әдемілеу тігілгенін, оның ыдыс аяқтары өте шебер боялғанын, сарайдың ою өрнекпен безендірілгенін жақсы көретін. Хан сарайында өте көп шеберлер болды. Таңертең олар хан шығатын жеріне жиналып, ханның кімге қандай тапсырма беретінін күтетін. Бір күні хан сарайының босағасында алтын ұстасы мен ағаш ұста сөзбен байланысып, қайсысының шеберлігі күшті екенін және кім жұмысын жақсы біледі екен деп дауласып қалды. Алтын ұста айтты: «Сенің өнерің оңша емес. Ағаштың басына отырасың, ағаш нәрсесін кесесің. Ал менің жұмысымды алсаңдар, мен бәрін таза алтыннан жасаймын. Қарауға өте жақсы». Ағаш ұста оған жауап берді: «Алтынның өз қымбат бағасы болса, жақсы зат жасау қиын емес. Ал жай ағаштан барлығын таң қалдыратын нәрсе жасасаңыз, сонда мен сіздің шебер екеніңізге сенемін». Олар дауласып тұрғанда хан өзі шықты. Бұл әңгімені естіп, күлімсіреп бұйырды: «Екеуің де, біреуің алтыннан, біреуің ағаштан бір нәрсе жасаңдар. Сонда мен оларға қарап, қайсыларыңның шеберлігі күшті екенін шешемін». Хан оларға бір апта уақыт берді. Бір аптадан кейін екі шебер ханның сарайына келіп, басқаларымен қатар тұрып, ханның шығуын күтті. Және олардың әрқайсысының қолында бір қапшықтан бар еді. Хан шығып: «Жарайды, өнерлеріңді көрсетіңдер», күлімсіреп деді хан. Және өзі ханшайымды, бойжеткен ұлын да бөлмеге шақырды. «Олар да сендердің кереметтеріңді көрсін», деді хан. Хан мен ханшайым орындыққа отырды, ал ханзада олардың қасында тұрды. Алтын ұста алдыға шығып айтты: «Ұлы мәртебелі хан, бұйрық беріңізші, маған үлкен су құятын ыдыс әкелсін». Көмекшілері үлкен ыдысқа су құйып, осы бөлмеге әкелді. Ұста қапшығын шешті. Содан алтын үйректі алып шығып, судың үстіне қойды. Сол үйрек тірідей жүзіп, басын айналдырып, мұрнымен қуырсындарын қалдырмай тазалады. Хан таңғалып аузын ашып тұр. Ал ханшайым сенбей айтты: «Бұл тірі үйрек қой, алтын емес, тірі үйректі алтынмен қаптаған сияқты». Алтын ұста ренжіді: «Ол қандай тірі,
Маған оны бөлшектеп алуды бұйырыңыз, деді ұста. Ол үйректі ыдыстан шығарып алып, алдымен қанаттарын босатып алды. Сосын басын шешті. Содан кейін барлығын бөліп алып, үстелге қойып, бәрін қайтадан бұрап, жинап алып, суға салды. Үйрек жүзіп кетті. Бұрынғыдан да жақсы. Барлық хан сарайының адамдары қолдарын шапалақтап, бұл қандай ғажап, біз мұндайды ешқашан көрмедік деп бәрі таңқалып тұрды. Хан ағаш ұстасына бұрылып, былай деді: енді өнеріңді сен көрсет. Ұста тағзым етті де және бастады: мәртебелі хан, бұйрық беріңізші, осы бөлменің терезесін ашсын. Көмекшілері терезені ашты да, ұста өзінің қабына ашып, содан ағаш бүркітін алып шықты. Бұл бүркітті тірі бүркіттен ажырату мүмкін емес еді. Соншама жақсы жасалған. Ағаш ұста айтты: алтын үйрек тек суда жүзеді, ал менің бүркітім бұлтқа көтеріледі. Ұста бүркітке отырды, кілтті айналдырды. Бүркіт оны көтеріп алып, хан бөлмесінен терезеден далаға алып шықты. Барлығы терезелерге қарай жүгірді. Ауыздарын ашып қарайды. Ал ұста хан ауласының үстінде ұшып жүр, әртүрлі шеңберлер жасап. Солға кілтті бұрса, бүркіт төмен қарай ұшады. Оңға қарай кілтті бұрса, көкке көтеріледі. Хан таңқалып тұр. Терезеден көзін алмайды. Қасындағылары бәрі қатып қалғандай болды. Мынадай шеберлікті ешкім көрмеген әлі. Ұста ауланың ауасын айналып өтіп, бөлмеге қайта ұшып кірді. Ол бүркітті шетке қойып, ханға жақындап сөйледі: ал менің өнеріме хан әке ризасыз ба? Мен сөз таба алалмаймын, бауырым. Хан риза болып жауап берді. Және сұрады: бұл кішкентай кілтті сен оған қалай бекіттің? Ұста ханға бәрін түсіндіре бастады. Бұл кезде ханшайым ентігіп айқайлады: қайда бара жатырсың? Қайда? О, тоқтатыңдар! Оның дауысына бәрі бұрылып кеткенде, біздің ханзадамыз бүркітке секіріп, кілтті оңға бұрып, терезеден далаға ұшып кетті. Тез қайт, өзіңді өлтіресің, деп соңынан айқайлады хан мен ханшайым. Бірақ ханзада тыңдамады. Қолын бұлғап, сарай қоршалған күміс дуалдың үстінен ұшып өтті. Кілтті тағы да оңға бұрды да, бүркіт бұлттардың үстіне көтеріліп, көзден ғайып болды. Ханшайым ес-түссіз жатыр. Хан ағаш ұстасына ашуланды: жалғыз ұлымды құрту үшін әдейі ойлап таптың ғой мына бүркітті, оны ұстап алып түрмеге жауып тастаңдар. Егер ханзада 2 аптадан кейін оралмаса, оны өлтіріңдер, басын шауып тастаңдар, ызалана айқайлады хан. Күзетшілер ұстаны ұстап алып, қараңғы зынданға тастады.
Ал біздің ханзада ағаш бүркіттің үстінде әр қарай ұшты. Ханзадаға өте күшті, аяқ астынан бұлт өтеді, жел ысқырып, шашты желбіретеді. Кешкеге дейін ол белгісіз патшалыққа ұшып келді. Қаланың шетіне қонып, тұрған шағын үйді көрді. Соған жақындады, есікті қақты. Бір кемпір сыртқа шықты. Әже, қонуға рұқсат етіңізші. Мен осында бейтаныс адаммын, ешкімді танымаймын, тоқтайтын жерім жоқ, деп сұрады ханзада. Неге кіргізбеймін? Кір балам, орым бар, мен жалғыз тұрамын, деді кемпір. Ханзада бүркітті жинап, оны қапқа салып, кемпірдің үйіне кірді. Кемпір оған кешкі ас бере бастады. Ал ханзада оған әр түрлі сұрақ қойды. Қандай қала, онда кім тұрады, қалада қандай қызығушылықтар бар? Кемпір осылай деді. Бізде балам, мемлекетте бір керемет бар. Қаланың ортасында патша сарайы тұр. Сол сарайдың қасында биік мұнара бар. Ол мұнара 30 кілтпен жабылған, және оның қақпасын 30 күзетші күзетеді. Мұнараға ешкімді кіргізбейді. Сонда патшаның қызы тұрады. Оны күтушілерімен бірге туғаннан бері сонда ұстап тұр. Ешкім көрмесін деп. Өйткені ата-анасы қорқады. Олардың жалғыз қыздары біреуге ғашық болып, оны бөтен елге беруге мәжбүр болады. Ал олар онымен қоштасқысы келмейді. Осылай қыз мұнарада зыңдандағыдай өмір сүреді. Қыз әдемі ма? Деп сұрады ханзада. Білмеймін балам, мен оны көрген жоқпын. Бірақ кісілер айтады, мұнадай сұлулық әлемде кездеспейді, деп жауап берді кемпір. Ханзада тыйым салынған мұнараға кіргісі келді. Ол төсекке жатып, және өзі қызды қалай көретінін ойлай бастады. Келесі күні қараңғы түскенде ханзада ағаш бүркітіне отырып, жоғарыға көтеріліп, мұнараның терезесі тұрған жағынан ұшып келіп, әйнекті қақты. Таң қалған қыз әйнекке қарады. Әдемі жас жігітті көрді, және одан сұрады. Сен кімсің? Терезені аш, содан кейін саған бәрін айтамын, деді ханзада. Қыз терезені ашты да, ханзада бөлмеге ағаш бүркітпен ұшып кірді. Бүркіттен түсіп сәлем берді. Қызға болған оқиғаның бәрін айтып берді. Олар бір-біріне ұзақ қарап отырды да, бір-біріне ұнады. Бір кезде ханзада қыздан сұрады. Сен маған тұрмысқа шығасың ба? Шығамын, бірақ әкем мен шешем мені жібермейтін шығар, содан қорқамын, деді қыз. Ал осы уақытта қызға қарап отырған зұлым күтушісі бәрін біліп алды. Тез сарайға жүгірді. Сарайға жүгіріп келіп, ол былай деді.
Біздің қызға түнде біреу ұшып келді. Енді сол бейтаныс адам кемпірдің үйінде тығылып жатыр. Күзетшілер тез кемпірдің үйіне жүгіріп барып, ханзаданы ұстап алды да сарайға сүйреп кіргізді. Патшаның тағында отырған ашулы патша жынданып айғайлады. Қарақшы емес ол, менің патшалық тыйымымды бұзуға қалай дәтің барды? Өлтіріңдер оны, ертең-ақ осыны орындаңдар, деді патша. Олар ханзаданы зынданға жалғыз өзін апарып, есікті күшті құлыптармен жауып тастады. Келесі күні таңертең бүкіл қала алаңға жиналғанда, батыл жас жігіттің өлім жазасы бүгін болады екенін жариялады. Патша мен патшайым да ханзаданың өлім жазасын қарауға келді. Күзетшілер ханзаданы алаңға шығарғанда, ол патшаға бұрылып айтты. Мәртебелі патша, соңғы өтінішімді білдіруге рұқсат етіңізші. Патша қабағын түйді да, бірақ бас тарта алмады. Өйткені халық қарап тұр. Жарайды, сөйлей бер, әрең, деді патша. Хабаршыға айтыңызшы, мен тұратын кемпірдің үйіне барсын. Менің қабымды жастықтың астынан алып әкелсін. Патша бас тарта алмай, шабарман жіберіп, сол ханзаданың қабын әкелді де, шабарман оған оны берді. Ханзада қабын алып, оны ашып, тез ағаш бүркітіне секіріп, аспанға қарай ұшып кетті. Патша ентігіп айқайлады. Ұста қарақшыны, ұста, ол ұшып кетеді, жынданды патша. Ал ханзада бүркітті мұнара жаққа жіберіп, таныс терезеге ұшып келіп, қызды көтеріп алдына отырғызды. Енді сен де, мен де ешқандай қуғыншылардан қорықпаймыз, деді ханзада қуанып, және өзі бұлттардың арасынан туған жеріне қарай ұшты. Ал туған жерінде бейшара ағаш ұста зыңданда отырып, аспаннан көзін алмай, әйнектен қарап тұрды. Ханзада қашан келеді деп. Ертең 2 апта аяқталады, және егер ханның баласы келмесе, ол өлім жазасына түседі. Кенет біздің ұста аспанда ұшып бара жатқан ағаш бүркітті көреді. Оның үстінде ханзада, бірақ жалғыз емес, әдемі жас келіншекпен. Бүркіт ханның сарайының ауласының ортасына түсті. Ханзада қызды көтеріп, түсіріп, әкесі мен анасына апарды. Және 2 апта бойы қайда болғанын айтты. Хан мен ханшайымның қуанышында шек болмады. Хан ұлы мереке ұйымдастырды. Үйлену тойы 3 ай бойы тойланды. Сол кезден бастап осы мемлекетте ағаш ұсталарды өте ерекше құрметтеу бастады.